Сәлематсыңдар ма оқушылар, сәлематсыңдар ма чемпиондарым. Міне Алтын Сақа аудандық кезең. Үшінші, төртінші сыныптарға тіркелуі азанда 8:30-нан 9:30 арасында болса, басталу уақытысы сағат 10-да, ал 1 сағат беріледі, 11-де аяқталады оқушылар. Енді бізде олимпиада 10 есеп, алғашқы 10 есеп тест болады. Бірақ қолдарыңа парақ тиген кезде, олимпиаданы алған кезде алдымен мына жердегіні оқыңдар міне. Не деп тұр, осыны түсініп алыңдар. Әр тапсырма үшін берілген 4 жауап нұсқасының біреуі ғана дұрыс дейтін болса, біреуін ғана белгілейсіңдер. Немесе бұл жерде екеуі, үшеуі ғана дұрыс болады десе, 2-3 жауап болуы мүмкін деген сөз. Сондықтан мына берілген жоғарыдағы мына шартын дұрыстап оқып түсініп алыңдар не екен, одан кейін өздеріңнің білімдеріңді қолданып мына жердегі есептерді шығарып белгілеп шығарасыңдар, белгілейсіңдер, біреуі ғана дұрыс. Ал екінші бөлімі бос орынды толтыру. Бұл жерде не дейді? Бұл жерде де міндетті түрде мына жерде берілгенді оқыңдар. Әр тапсырма үшін қалдырылған бос орынға есептің жауабын жазу керек. Бізден мысалы не сұрап тұр мына жерде? Неше стакан су бар десе, неше деп тұр ғой мына жерде, сан. Мысалы 2005 стакан болды ма, 25 стакан болды ма, 30 стакан болды ма, мына жерге жауабын ғана жазасыңдар. Не сұралып тұр мына жақта? Соның жауабын жазасыңдар. Бұлда да бізде 10 сұрақтан болады, міне 10 сұрақ бос орынды толтыру. Тест емес, өзіміз жауабын жазамыз мына жерде. Мысалы мына жерде А қосылған Б-ны сұрап тұрса, соны А мен Б-ны қосқан кезде неше шығады, соны осы жерге жазасыңдар. Ал біздің үшіншісі ол есептеу дәлелдеу бөлімі. Қараңдар оқушылар, айтып тұр өзі, есептеу дәлелдеу дейді. Енді шарт мына жерде оқып аласыңдар. Әр тапсырма үшін шешу барысын, яғни шығару жолдарыңды, жауабын толық жазу керек дейді. Мына жерде 5-6 деп жауабын жаза салмайсыңдар. Қалай шықты, қалай таптыңдар, оның шығару жолдарын жазасыңдар. Бұл осы есептеу дәлелдеу бөлімінде 2 немесе 3 есеп болуы мүмкін. Мына жерде 2 есеп берілген екен. Енді бірақ мына екінші есебіне қарайықшы. Екінші есепте айтады, мысалы мына алтын сақа дегендерге әріптер қойып шығасыңдар, сандарды қойып шығасыңдар ғой. Егер бірақ сондай вариантын тапсаңдар, оған бірақ ұпай аласыңдар. Бізге айтады мына жақта 10 және одан да көп дұрыс шешімі бар дейді. Одан да көп шешім табатын болсаңдар оқушылар, 10 ұпай аласыңдар. Осы нәрсені ескеріңдер, осы дәлелдеу несінде көп ұпай алу мүмкіндіктерің бар. Бірақ есепті шығару жолымен, дәлелмен, әрбір тапқан нәрселерің ол не, атын, жөнін бәрін жазып отырып, сөйтіп шығарыңдар. Не таптыңдар? Мысалы 300 деген не ол? Адамның басы ма, құлағы ма, мына жердегі доп па, баскетбол добы, футбол добы ма, соны міндетті түрде жазып, көрсетіп, дәлелдеп сөйтіп шығарыңдар. Мына жерде де мысалы 10 түрлісін тапсаңдар 10 ұпай, 5 түрлісін тапсаңдар 5 ұпай аласыңдар. Ал бірақ нәрсесін тапсаңдар осы жерде, мысалы алтын сақа дегенді бірақ рет шығарсаңдар, ол кезде бірақ ұпай аласыңдар. Ал және де бізге қолымызға сендерге апелляция парағы деген мынандай парақ беріледі. Сендер ең бірінші бөлім бізде мынандай тест еді ғой, мысалы бірінші есептен бізге А жауабы шықты дейді, 4 деген. Өздеріңнің мына парақтарыңа мысалы А 4 деп өздеріңе жазып алыңдар. Мысалы үшінші есеп С 45 деген шықты деп, мынандай шықты деп өздеріңе мына параққа жазып аласыңдар, апелляция парағына. Ал мына 11-ден бастап 20-ға дейін ол бізде мына бос орынды толтыру. Мысалы бірінші есебімізден бізден 2025 деген сан шығатын болса, мына өздеріңе 2025 деп жазып алыңдар. Мына жерден 13 деген сан шықса, мына жерге 13 деп жазып алыңдар. Барлығын толтырып өздеріңе жазып аласыңдар. Ал енді бізде мынау дәлелдеу есебін сол жақта дәлелдеп парақтарыңа жазып жібергеннен кейін, енді өздеріңе де міндетті түрде оқушылар мына апелляция парағының артқы жағы бар. Осы артқы жағына, апелляция парағының артқы жағы осындай бос болады. Дәлелдеген есептеріңді міндетті түрде жазып алыңдар. Бұның бәрі не үшін? Олимпиада біткеннен кейін 2-3 сағаттан кейін бізге YouTube-пен ссылкасын, яғни сілтемесін жібереді. Ал олимпиаданың координациясын, яғни мына жердегі есептердің, бізге берілген есептердің шығару жолымен жауаптарын жібереді бізге. Осы жауаптар арқылы өздеріңнің парақтарың бар ғой, қолдарындағы парақтарың арқылы тексересіңдер соны. Осыны тексересіңдер, өздеріңнің балдарыңды шығарасыңдар, мысалы артқы жағындағы шығару жолын да тексеріңдер, балдарыңды шығарып дайын отырасыңдар. Бізге жіберілген нелермен, нәтижемен өздеріңнің балдарың сәйкес келмейтін болса, келіспеушіліктерің болса, міндетті түрде апелляцияға барасыңдар парақтарыңмен. Бұл өздеріңнің сендердің ойыңды дәлелдеп, әділ нәтиже алуға берілетін бұл мүмкіндік оқушылар. Сондықтан кейбір оқушылар бізде ұялып бармай қалады. Ал
сөйтіп толық балдарын ала алмай қалады. Бармаған оқушыға ол толық балын берілмейді. Ал батыл болып апелляцияға қатысқан, өз ұпайларын дәлелдей алғандарға ұпайларын толық алып жеңіске жетіп жатады. Сондықтан апелляцияға барудан ұялмаңдар оқушылар. Бұл сендердің еңбектерің, білімдерің әділ бағалануы керек.